Ассалаумағалейкум, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы тізгінде мен Оразғали Амангелдіұлы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев құқық қорғау саласына ерекше көңіл бөліп, ішкі істер саласын реформалауға үлкен мән беріп отыр. Кезекті реформа полицейлердің кәсібилігін арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жетілдіру, жаңа заң жобаларын қабылдау және қоғамның полицияға деген сенімін арттыруға бағытталып отыр. Оның талабы бойынша полицейлер қоғамдық тәртіпті сақтауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауда әрдайым жинақы кез келген жағдайда дайын болуы тиіс. Бүгінгі бірінші студия бағдарламасының қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының жалпы заң пәндері кафедрасының бастығы, философия докторы, қауымдастырылған профессоры, полиция подполковнигі Ерболат Ержанұлы Қайнар. Ассалаумағалейкум аға, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Рахмет. Ең алғашқы сізге жалпы қоятын сұрағымыз, осы академия қабырғасында 2022 жылды қорытындылайтын болсақ, жыл соңы өз мәресіне тәмамдап келе жатыр деп, жалпы қандай жағымды жаңалықтар болып жатыр? Сұрағыңызға рахмет. Негізінен 2021-2022 жылы бір өзекше бір ерекшелерімен өткен деп айтсақ қателеспейміз. Себебі Қостанай академиясы негізінен басқа да ішкі істер органдарының, арнайы оқу орындарынан ерекшеленіп келеді. Яғни орталық Азияда ең жалғыз қылмыстық атқару жүйесіне мамандар дайындайтын академия болып табылады. Сондықтан да 2021-2022 жылы біздің академияда өзінің тәжірибелік бағыттағы жұмысын арттырған болатын. Бұл тәжірибелік қызметтермен тығыз байланыстары, тәжірибелік қызметтерінің жұмыстарына, қызметтеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін олардың проблемалық мәселелерін қарастырып, оларға зерттеу жүргізіп, оларға ұсыныстарын жоғары тұрған орталық таңдырылған ішкі істер министрлігіне ұсыныстар жіберілетін, сол жүйе бойынша жұмыс атқарылды. Мына қылмыстық атқару жүйесі бағыты бойынша бірнеше сайыстарды ұйымдастырған болатын академия қабырғасында. Оның сайыстың ішінде үздік жасақ бастығы, үздік теологиялық инспекторы, оның үстінен мынау Custom Project деген бар, бізде қылмыстық атқару жүйесін реформалау деген, солардың біздегі курсанттарымыз арасында ең үздік ғылыми жұмыс бағыты бойынша сайыс өткізген болатын. Ол ең үздік ғылыми сайысында біздің мынау Қазақстан Республикасының адамдар құқықтарын қорғау бойынша уәкілі келген болатын. Және де академияның өзіндік оқу процесінде көптеген өзгерістер болды. Ол біздің мынау тек қана қылмыстық атқару жүйесі емес, біздің алдымызға қойған, президентіміздің қойған талабы, міндеттеме, бұл сервистік полиция қызметі бойынша. Сол бойынша да үлкен жұмыстар, бағыттар жүргізілді. Ол бойынша бізде қазіргі таңда оқу бағдарламасы әзірленуде. Яғни бізге келіп отырған мамандарда сервистік полиция бағыты бойынша әдістемелерді үйрету болып табылады. Академияда одан бөлек көптеген сайыстар болады. Бұл үздік ғалым және үздік оқытушы деген сияқты да сайыстар болып жатыр. Қазіргі таңда енді тағы да басқа да өзгерістеріміз, бұл біздің 2023 жылғы алымға байланысты жоспарларымыз бар. Жалпы өзіңіз атап өттіңіз, 2021 жыл ерекше жылдардың қатарында деп айтып өткен болатынсыз. Соның бірі, қателеспесем, академия қабырғасындағы студенттер дейміз, немесе болашақ полицейлер карантиндік, былайша айтқанда, талаптарға байланысты онлайн түрде де оқыған болатын. Бұл қаншалықты кадрлар дайындауға қиындығын туғызды және де бұнымен күрес қалай жүрді? Негізінен шынына келген кезде бұл пандемия кезіндегі оқу үрдісіне қайта құрастырылу тек қана біздің академиямыз, бұл жалпы барлық оқу орындарына бір сын болды десек болады. Көптеген оқу орындар өздерінің кемшілік жерлерін көрген болатын, қай жерлерін жетілдіру керек екен. Сол сияқты біздің академияда бұл бағытта, себебі бізде сырттай оқыту, қашықтан оқыту деген болмағандықтан, барлықтарын үйлеріне жіберіп, қашықтан оқыту барысында көптеген кемшіліктеріміз ескеріп отырып, оны жетілдірген болады. Яғни бізде қазіргі таңда өзіміздің студиямыз бар. Ол жерде дәрістерімізді онлайн түрде жазғызып, оны міндетті түрде талаптарға сәйкес әзірлеп, тыңдаушыларымызға
түсінікті ыңғайлы жүйе арқылы беру. Одан кейін қашықтан оқыту порталын жүктеу. Ол жердегі біздің тыңдаушыларға ыңғайлы білім алу жүйелерін іріктеу, оларды қалыптастыру жүйесінен біз атқарған болатынбыз. Ал енді мен айта кетпеген, бұл 2021-2022 жылы осындай қашықтан оқыту жүйесі қалыптасып кеткеннен кейін, өкінішке орай, біздің өзімізде уақыт болды, біздің академия қабырғасында 3-4 полигондар ашылды. Крим полигон ашылды, әкімшілік қызметін полигон ашылды. Одан кейін қылмысқа атқару жүйесінің мекемесі полигондар ашылды. Сол полигондардың барлығын жетілдіріп, біз қазіргі таңда қашықтықтан оқытуда бағдарламасы бойынша барлығын реттеп алдық. Және де күндізгі оқыту, яғни офлайн түрде оқытуда бізде тиісті талапқа сәйкестендірген болатынбыз. Яғни өзінің кері әсерінен бөлек оң әсерлерін де тигізді дейсіз ғой? Әрине оң әсерде бар, бірақ негізінен дәстүрлі түрден білім жүйесі ол бәрі өзінің сапасымен ерекшеленеді. Дәстүрлі түр дегеніміз бұл тыңдаушылардың оқытушымен тікелей қарым-қатынасы, олардың білім жүйесінің біз жоғары деңгейде болатындығына кепіл бере аламыз. Әрине қашықтан оқыту енді бұл амал жоқтың жағдайы болғандықтан, бірақ оны да ары қарай жетілдіру, дәстүрлі әдістемелерді онлайн түрде беру жүйесі де бізде қолға алынған болатын. Түсінікті. Ерболат мырза, жалпы өзіңіз атап өттіңіз, студенттердің арасында біраз байқаулар болды, былайша айтқанда конкурстар да болды. Ал оқытушылардың арасында жыл басынан бері бүгінгі күнге дейін қандай іс-шаралар қолға алынып, былайша айтқанда кадрды дайындайтын оқытушылардың әл-ауқатын арттыру мақсатында қандай іс-шаралар атқарылды? Негізінен біздің оқытушылардың барлығын олардың жұмысқа деген ынталандыру бағыты бойынша, олардың өз жұмысына деген үлестерін әр оқытушының өзінің жұмыс нәтижесін бағалауын қалайды. Сондықтан да бұл жерде Қостанай академиясы әрбір оқытушының өзінің жұмыстарының атқарылып жатқан бағалау үшін мынау үздік оқытушы, үздік оқу әдістемесі материалы, үздік кафедра деген сондай сайыстардың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Бұл бізде 2015 жылдан бастап дәстүрге айналған жүйе болып табылады. Жыл сайынғы бұл әр үздік оқытушыны анықтау, үздік оқу материалын дайындаған қызметкерді анықтау, үздік кафедра анықтау және үздік жыл ғалымын анықтау сайыстары болады. Және ол сайысты жеңген адамдарға бұл әрине тек қана атақпен ғана емес, оларға бағалы сый-сияпат немесе жалақының үстемдігі үстіне қосылуы сияқты, яғни бір реттік қаржылай мадақтама берумен мысалы ынталандырып отырады. Әрине бұның барлығы біздің оқытушыларымызға өзінің жұмысына сүйіспеншілікпен қарап, өзінің жұмысын адал атқарып және ары қарай әдістемелерін жетілдіруге септігін тигізеді. Расында да оқытушылар олардың өзіне де жұмысына деген бір өзінің ынта жігерін бағаланғанын міндетті түрде әр адам қалайды. Бұл ерекше бір жобалардың бірі үздік оқытушы жобасы сіздерде өткен болатын. Жақын арада қателеспесем, сіз сол жерде бас жүлдені, яғни бірінші орынды жеңіп алдыңыз. Осы орайда құттықтағымыз келіп отыр. Жалпы үздік оқытушы қандай жоба, бұл қашаннан бастау алды, және де бұл жобаның енді мақсаты белгілі ғой, оқытушыларды әл-ауқатын көтеріп, жұмысқа деген ықыласын арттыру. Жалпы осы жоба жайында кеңінен мағлұмат берсеңіз. Бағана өзім атап өткенде 2015 жылдан бастап бізде әр жылдың қорытындысын жаңа жылдың басының бірінші, екінші айына дейін мысалы өткізу қажет болатын. Яғни қыркүйек, қазан айларында биыл таңда бізде қараша айында өткен себептері біздегі жұмыс бағыттарының кестелерінің тығыздығына байланысты қараша айында өткен болатын. Бұл сайыстың негізінен қандай талаптары бар дегенге келетін болсақ, бұл жерде тек қана оқытушының бір ғана бағыты бойынша ғана емес, бұл жерде оқытушының оқу жүктемесінің қаншама сабақтардың өткізілуіне, жүктемелеріне байланысты, одан кейін оның ғылымға, оқу әдістемелік құралға деген қосқан үлестері, бұл заңдарға немесе нормативтік құқықтық актілерінің өзгеріс жасау бойынша ұсыныстарын беруіне байланысты дейміз. Бұл бір бағыт.
Тағы да басқа бағыттар бұл оқытушыға байланысты ғана бағыттардың бірі болып салынса, екінші бағыт ол білім алушылардың бағасы. Яғни білім алушылардың өздері баға беру керек. Екінші тағы кімге қанша бағасын беруі. Және үшінші бағыт ол тікелей басшылықтардың бағасы, яғни оның орындаушылығы, оның жұмысқа деген көзқарасы, атқарып жатқан нәтижелері, солардың барлығы осы үш бағытты қосқан кезде құрылған комиссияның шешімі бойынша үздік оқытушы анықталады. Ол жерде тек қана үздік оқытушы, ол бірінші орын, одан кейін екінші орындағы үздік оқытушы бар, үшінші. Яғни үш қызметкер биылғы таңда академияда үздік оқытушылардың жеңімпаздары болып атанды. Ал жалпы бұл байқауға қатысу оқытушылар арасында қандай іріктеу кезеңдері болды? Сіз айтып өткен бе, немесе бұл сіз атап өткендер ол жеңімпазға іріктеу болды ма? Негізінен жеңімпазды іріктеу емес, негізінен барлық профессор оқытушы құрам ішіндегі оқытушылар оларға қатыса алады. Біздің өзіміздің академияда әр оқытушының рейтингі кестесі бар. Яғни әрбір оқытушы өзінің кестесіндегі бөлімдерге орындаған жұмыстардың нәтижелерін қояды. Яғни ол жерде балдық жүйе бар. Яғни мен бір оқу әдістемелік құралын қолдансам, қазақ тілде болатын болса, ол 25 балл дегендей. Оның дәлелдемелік базасына сілтеме қоямыз. Яғни кітаптың шыққан беті, қай жылы шықты, кіммен ұсынылды дегендей. Сол жүйеден бастап оқытушылардың барлығын рейтингі құрастырылады. Кім қандай рейтингте тұр. Соның ішіндегі ең үздік балдан, орта балдан жоғары алғандар арасында іріктеулер өтеді. Түсінікті. Жалпы бұл аталмыш байқау алдағы уақытта өзінің жалғасын табады деп ойлайсыз ба? Әрине, бұл дәстүрлі түрде өтіп жатқан жүйе. Бұл бойынша біздің академиямыздың бастығы міндетін атқарушы Нұркен Жанболатовичтің ұсынысы бойынша жас мамандардың қатарынан да бөлек байқауды өткізуді ұсынған болатын. Яғни 3 жылға дейінгі мамандарымыз бізде олардың арасында үздік оқытушы сайысы ретінде бөлек өткізу, соларды қарастыру деген сияқты ұсынылған болатын. Яғни қазіргі таңда бізде енді білесіздер ғой, үздік оқытушы дегенде бұл әртүрлі бағыттардан іріктелгеннен кейін, оның ішінде тек қана білікті мамандардың қатарынан ғана үздік оқытушы шығып отыр. Енді жастарымызды да ынталандыру үшін жастарға да кішігірім талаппен өздерінің талабы бөліктетіп, солардың арасында да іріктеу өткізсек, яғни олар да жұмыстары бағаланып, ары қарай ынталандырса деген ой ұсыныстарын берген болатын бастығымыз. Яғни бұл мақсат жас полицейлерді өзінің жұмысына деген қызығушылығын одан бетер арттыру болып табылады ғой? Әрине. Енді барлығына белгілі ақпарат бойынша, жалпы қазір мектепті бітіріп жатқан түлектер де бүгінгі эфирді тамашалап отырса, білетін шығар, 2019 жылы, былайша айтқанда, жас полицейлерді, болашақ полицейлерді қабылдау тоқтатылған болатын. Сол көрермендердің естеріне сала кетсек, не үшін бұл тоқтатылды, және де болашақта қайтадан іріктеу болады ма, өзіңіз соны атап өтсеңіз? Рахмет, бұл өте өзекті мәселелердің бірі. 2019 жылы бұл шешімге оңайлықпен келген жоқ Ішкі істер министрлігі. Себебі негізгі себептердің бірі бұл қазіргі таңда көптеген біздің жоғары оқу орнында бітіріп жатқан заңгер мамандығының түлектері жұмыссыз отырулары. Оған өздерінің статистикалық мәліметтерін келтірген болатын. Сол бойынша сол адамдарды жұмысқа қамту. Соларды біз жұмысқа қамтайық. Арнайы оқу орындардан бакалавр жүйесін алып тастау сол себеппен болған. Алайда қазіргі таңда 4 жыл уақытта өтті ғой. 4 жылдың ішінде біз көріп отырмыз, қылмыстық атқару жүйесінде өте кадр мамандарын тапшы болып жатыр. Себебі көптеген азаматтар ол салаға жұмысқа барғысы келмей отыр. Немесе 3 ай оқып барғаннан кейін ұзақ уақыт жұмыс істемеулері себеп болып отыр. Одан бөлек полиция департаментінде жұмыстарын біз білеміз, өте қиын. Бұл жерде былайша айтқан кезде жұмыс уақыты іріктелініп дұрысталмаған, яғни нақты жұмыс уақыты қай уақыттан қай уақытқа дейін деп біз қарастырылмайды. Себебі қылмыскерлерде өзінің расписаниесімен, немесе кестесімен қылмыс жасамайды ғой. Сондықтан да ондай жүктемеге
мына біздің азаматтық оқу орындарды бітірген студенттеріміз дайын болмай шықты. Жүктемесіне, ауырлығына, сынына дайын болмай шықты. Ал арнайы оқу орындарда бізде 4 жыл казармалық оқу орында тұрады, 4 жыл арнайы тактикалық сабақтар, арнайы құпия сабақтар болады, және де профилирующий бейіндік сабақтар дейміз, солардың бәрі өткен кезде олар және де 4 жылдың ішінде үздіксіз тәжірибеден өтіп отырады, полиция департаменттеріне бар. Яғни олардың келешек қызметін көріп, көзқарастарын қалыптастырып, жұмысқа барған кезде сол жұмысқа төзімді болып келеді. Алдында осы Қостанай, біз білесіздер, ішкі істер министрлігі келіп, халықпен кездескен болатын. Сол кісінің өзінің айтуының себебі де сол болды. Төзімді болмай отыр. Арнайы оқу орындарының ішінде бітірген мамандардың барлығы төзімділігі жоғары деп отыр. Сол себептен 2023 жылы ішкі істер министрлігі президенттің қолдауымен Қостанай академиясы, Алматы академиясына мектептен кейін түлектерді қабылдау бойынша бағытты жаңғыртуды сұрап, содан қолдау алған болатын. Сондықтан да 2023 жылы мектеп түлектерін біз академиямыз қабырғасында күтеміз. Яғни келесі жылдан бастап түлектер өздерінің өтініштерін тапсыра берсе болады. Әрине, оған да көптеген біз қазір не жүргізіп жатырмыз? Ақпараттарды беріп жатырмыз, әлеуметтік желілерде, академияның сайттарында да. Соны айта кететін болсам, негізінен әрбір түлек қазіргі таңда сұрақтарын қойып жатады тікелей. Негізінен өздерінің тұратын жеріндегі полиция департаменті немесе қылмыстық атқару жүйесінің департаментіне 2023 жылдың қаңтар, ақпан айларында барып, қандай құжаттардың керек екен, сол құжаттарды жинап, дәріптеп тапсырулар қажет. Жалпы енді сіздерге бұл ақпарат белгілі ме? Яғни 4 жылдың арасында сол 2019 жылы соңғы қабылдау болған кезде, 2018-де қателеспесем соңғы қабылдау болды, және де 2023-тегі қабылдаудың арақашықтығы, айырмашылығы бар ма, және немесе сол сияқты өткізіле ме барлығы? Талаптарыма қабылдайтын талаптар кішігірім өзгерді десек болады. Негізінен ол бағанағы пәндерді таңдау дейміз ғой, оқуға тапсырар кезде. Құқық қорғау мамандығы бойынша олардың кез келген пәнді таңдауға болады. Тек қана шығармашылық пән болмау керек ол. Педагогика, психология мамандығы бойынша біз дайындаймыз қызметкерлерді. Ол бойынша да өзінің несі бар, физика және география дейміз. Сол мамандарды пәндерді таңдау керек. Ал екінші бағытта ол барлығын тапсырып болғаннан кейін, ол біздің академиямызға келіп, бұл жерде алдын ала медициналық осмотрдан өтеді. Одан кейін спорттық нормативтерді тапсырып, соның нәтижесі бойынша бұйрықты шығады. Яғни оқуға түсті деген алымдар өткізіледі, яғни тәртіп бойынша. Осы 2022 жылы соңғы түлектер сіздерді былайша айтқанда есіктерін ашып, жаңа өмірге қадам басып, үлкен өмірге қадам басып, нағыз полиция мамандығы болған болатын. Жаңа толқынға, жаңа оқушыларға қандай оқыту жүйесі құрылып жатыр, немесе сол тексерілген жүйе бойынша оқытасыздар ма? Негізінен Қостанай академиясы жылдан жылға өзінің әдістемелерін жетілдіріп келеді. Бұл кез келген оқу орындар сияқты әр жылдың қорытындысы бойынша өздеріне керекті кемшіліктерді ескере отырып, немесе басқа да инновациялық әдістемелерді қолдану бойынша бізде негізі тәжірибелік бағытқа бет бұрып отырмыз. Яғни теорияны алдын біз теориялық оқытуды бергеннен кейін полиция департаменттерінің аумақтарына шығып, сол теориялық білімдерін тәжірибеде біріктіру болған болатын. Ал енді біздің бір жылдың ішіндегі 3-4 полигондарымызды ашуымыз, бұл біздің өзіміздің академиямыздың ішінде теориялық білімдерін тәжірибемен сыртқа шықпай қалыптастыру. Яғни бұл бізге ыңғайлы жүйелердің бірі болып табылады. Одан бөлек бұл тек полигондарымызды тек қана білім алушыларға емес, бұл біз тәжірибелік қызметкерлердің өздеріне көрсетіп жатырмыз. Себебі біздің кейбір полигондарымыз тәжірибелік қызметтің жүйелерінен қарағанда да жоғары болып табылады. Бізге
тек қана тәжірибелік емес, одан бөлек бағана айтқандай шетел мемлекеттерінен де келді. Осы жылдың жылы қыркүйек айында бізге Шығыс Африка материгінің Уганда мемлекеттерінен қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері келді. Біздің тәжірибемен алмасуға, олар өте жоғары бағасын беріп кетті. Одан кейін бір ай шамадан өткеннен кейін Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан мемлекеттерінің қызметкерлері келіп өтті. Солардың барлығы осы біздің академиямызда құрылып жатқан әдістемелер, полигондарымыз, барлық оқу үрдісінің әдістемелеріне жоғары бағасын беріп кеткен болатын. Сондықтан біз өзіміздің қабырғамызға келетін келешек студенттерімізге, курсанттарымызға өте жоғары сапалы білім бере алатынымызға кепіл бере аламыз. Керемет. Жалпы біздің білуімізше осы соңғы түлектің арасында, жалпы оның алдында да Тәжікстан мемлекетінен студенттері болды. Жалпы алдағы уақытта өзге шет мемлекеттерден қабылдау бола ма студенттерді? Рахмет. Әрине бізде қателеспесем 2019 жылдан бастап біздің академиямыздың қабырғасында мынау Тәжікстан мемлекетінен 10 адамнан оқуға білім алушылар келетін. Олардың өздерінің мемлекеттерінде іріктеліп, бізге тек қана оқуға келетін білеміз. Соңғы түлектері осы 2022 жылы бітірген болатын. Енді осы 2023 жылы олар бола ма, болмай ма, бұл әрине меморандум бар. Бұл бірақ сол мемлекеттердің біздің мемлекетпен байланыстарының шешіміне байланысты болып табылады. Яғни олардың өздерінің сұранысымен біздің мемлекеттердің қабылдауы бойынша олардың білім алуысы қайтып жаңғыртылуы мүмкін бізде. Бірақ қазіргі таңда біз олар міндетті түрде келе алады деп айтпаймыз, себебі бұл біздің академияға байланысты емес. Бұл біздің екі жақты мемлекеттердің шешіммен, өзара шешіммен қабылдау. Түсінікті. Ерболат мырза, жалпы енді өзіңіз де атап өттіңіз, 2022 жылы соңғы түлектер былайша айтқанда мамандық бойынша жұмыс істеуге кірісті деп айтуға болады. Келесі жылға дейін, яғни келесі жазға дейін академияның қабырғасы студенттерден бос қалады деп айтуға болады. Жалпы қандай жұмыстар атқарылады осы кезде? Бұл сұрағыңызды айтатын болсам, біздің академия әлі ешқашанда бос болған емес. Себебі біздің академиямызда қазіргі таңның өзінде 500-ге жуық білім алушылар білім алып жатыр. Бұл бағанағы айтып жатырмын ғой, бізге қазіргі таңға дейін ішкі істер органдарына қызметке тұру үшін кез келген жоғары білімі бар, немесе орта білімі бар қызметкерлер жұмысқа барған кезінде оларды бізге 3 айлық оқуға жібереді. Сол 3 айлық оқуды біз жүзеге асырып отырамыз. Қазіргі таңда 500 білім алушылар осы жақында желтоқсан айының ортасында бізден білімдерін аяқтап шығып қызметтеріне кірісетін болады. Келесі жылдан бастап, 2023 жылдан бастап, олар қазіргі таңда 3 ай оқып жатса, келесі жылы 2 айлық оқыту жүйесіне көшіп жатыр, яғни 2 айға қысқарып жатыр. Сондықтан да жылына 3 рет шығаратын болсақ, біз білім алушыларды, енді жылына біз кемінде 5 рет 2 айлық курстан оқытып шығарып отырамыз. Яғни бізде білім алушылар ешқашанда жоқ болады деп айта алмаймын. Әрдайым академия қабырғасында білім алушылар болады. Білім алушылар болғаннан кейін оқытушыларымыз өзінің біліктіліктерін ары қарай арттырып отыра береді. Түсінікті. Жалпы өзіңіз сөз арасында айтып өттіңіз, тілге тиек еттіңіз, университеттен кейін былайша айтқанда 3 айлық көлемде оқыту жүйесі бар, заңгер мамандығын аяқтағандар, тәмамдағандарға. Жалпы сондай бір маман иелері бүгінгі эфирді қарап отырсақ, қайда бару керек, қайда жүгіну керек, өзіңіз атап өтсеңіз. Оны айтатын болсақ, тек қана заңгер мамандығы емес, бізде жоғары заң мамандығы бар азаматтар, ол міндетті түрде бізге полиция ішкі істер органдарына қызметке кіре алады. Одан бөлек мынау арнайы орта оқу орнында бітіргендер бар. Бізде қазіргі таңда 500 адам ішінде арнайы орта оқу орнында бітіріп жатқандар, бұл машинист болып бітіргендер бар, электрик жүйесін бітіргендер бар. Яғни ол қызметкерлеріміз бізде мынау кіші құрам, кіші сержанттардың құрамына кетеді.
сол жаққа жұмысқа тұратын болады. Жоғары білімі бар адамдар, олар бізде офицерлік құрамға кіретін болады. Және біздің ішкі істер органдарының тек қана заңгер мамандықтарын қабылдамайды ғой. Бізде әртүрлі жұмыс бағытына байланысты. Яғни психологтарды қабылдаймыз біз. Яғни біз художниктерді қабылдаймыз, себебі криминалистер ол бізде сондай жұмысына байланысты өзінің мамандығы бөліктенеді. Сондықтан да олар не істеу керек? Біріншіден, егер де сондай мамандар бар болса, бұл полиция департаментіне бару керек, немесе қылмыстық атқару жүйесі департаментіне бару керек. Яғни өздерінің жұмысқа кіргісі келу өзінің себебін көрсетсе, сол жерде олардың талаптары бар, жас шамасы бар, яғни одан бөлек медициналық жарамдылығы бар. Олар өздері несін береді, бағдарламасын және жолдамасын беріп, медициналық тексеруден өткеннен кейін жарамдылығы анықталғаннан кейін олар тағы да қосымша тексерістерін жүргізеді, яғни кадрлық тексерістерін. Сосын барып, барлық сәйкес келген кезде бізге 3 айлық оқуға жібереді. 3 айлық оқудың ішінде ол қызметкерлеріміз жалақы алып отырады. Яғни өздерінің қандай қызметке кіргісі келген, сол қызметке дайындап бізге жіберіп жатқан кезде сол қызметтің окладын, жалақысын алып отырады оқу барысында. Біздің академиямыздың қабырғасында тұрады, ер қыздарда, қыз балаларда, олар тегін тамақпен, тегін тұратын жайымен және оқуда барлығы біздің мемлекеттік бюджеттің қаражатынан қарастырылған. Яғни ешқандай шығындары болмайды. Полиция мамандығына қызыққан жастардың құлағына алтын сырға деп айтуға болады ғой бұл мүмкіндікті? Әрине, қазіргі таңда сіздер білесіздер, полиция қызметіне қатысты біздің қоғамда көзқарасы төмендеп жатыр. Яғни оғанда өзінің көптеген себептері бар десек болады. Ішкі істер министрлігінің өзі де атап өтті ғой. Жаман полиция әрине қатарымызда бар, бірақ онымен жақсы, адал қызмет атқарып жатқан полицияларды ұмытпауымыз керек деп. Оған байланысты көптеген қаза болып жатқандар бар қызмет бабынан, көптеген ерлік көрсетіп жатқан қызметкерлеріміз бар. Мен жастарымызды шақырғым келеді, полицияны сынға алып жатқан жастарымызға. Полиция қандай болғысы келеді екен? Қандай болсын деп армандаса, соған келіп үлесін қосса деген үміттемін. Келіп, қызметке кіріп, өз үлестерін қандай болу керек, сол бағытқа жұмыс жасаса деген армандамыз. Өте керемет асыл сөздер деп айтуға болады, себебі көптеген жастар, орта буын өкілдері де полицияны ағаттап жатады, осындай қылықтар бар деп, егерде көрініп тұрса, нағыз өзі полиция болып, сондай қылып дәлелдеген үлкен мүмкіндік бар деп айтуға болады. Енді жалпы біздің студиямыздың уақыты да өзінің мәресіне шектеліп қалды деп, жетіп қалды деп айтуға болады. Қорытынды ретінде сізге сұрақ қойын, қысқадан нұсқа жауап берсеңіз, қазіргі кезде елімізде көптеген полиция қызметкерлерін дайындайтын оқу орындары бар. Бүгінде полиция қызметкерлерінде кадр жетіспеушілігі деген мәселе бар ма? Әрине, жаңа айтып өткендей, қазіргі таңда полиция департаментіне кадр жетіспеушіліктері бар. Оның санын қазір жіктеп айтатын болсақ, әртүрлі. Бізде Қостанай академиясы соңғы зерттеулер бойынша тек қылмыстық атқару жүйесіне байланысты келтіретін болсақ, 2021 қараша айына дейінгі жасалған зерттеулер бойынша 1200-де азамат бізде жұмысқа жетпейді екен қызметкерлеріміз. Олардың бәрі неге келтірді? Олардың барлығы қызмет жасап жатқан адамдарға жүктемесінің 2 есе 3 есе асуына, яғни моральды психологиялық шаршауларына и жұмыстардың нәтижелі атқаруына септігін тигізеді. Ол жұмыстардың нәтижелері болмауына бұл қоғамның өздерінің сынына түседі. Сондықтан да сол бағытта біз күрделі жұмыс атқарсақ деген, сол бойынша Алматы академиясы, Қостанай академиясына алым беру туралы шешім қабылданып жатыр. Түсінікті. Ерболат мырза, енді алтын уақытыңызды бөліп студияға келген үшін алғыс білдіреміз. Сіздердің жұмыстарыңыз өте қиын жұмыстың бірі деп атауға болады. Сондықтан жұмыстарыңызға береке, табыс тілейміз. Уақыт бөліп келген үшін сізге алғыс айтамыз. Рахмет сізге де шақырғандарыңызға. Құрметті телекөрермендер, бірінші студия бағдарламасы осымен өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.